Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жұрнақ пен жалғау. Сабақтың мақсаты: берілген сөзді сөз құрамына қарай талдай аламын. Дерек көздерден қажетті мәліметті табуды үйренемін. 57-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Қажымұқан Мұңайтпасов қазақтың атақты палуаны. Ол әлемнің бірнеше дүркін жеңімпазы. Қажымұқан 14 жасында саудагер байға жалшы болады. Қыс мезгілі бірде бай оны ат шанамен шөп алып кел деп жұмсайды. Қайтар жолда қар қалың болып, ат шананы тарта алмай зорға бөледі. Қажымұқан шананың атымен бірге өзі сүйреп алып келеді. Төмендегі тапсырмаларға назар аударайық. Қажымұқан туралы басқа да мәліметтерді энциклопедиядан біліп ал. Қарамен жазылған сөздердегі жұрнақ пен жалғауды ажырат. Бізде қарамен жазылған сөздер: саудагер, жалшы, шанамен. Бұл жерде саудагер деген сөзде сауда түбірі, гер жұрнақ болып тұр, өйткені сөздің мағынасы өзгеріп кетіп тұр. Екінші, жалшы деген сөзде түбірі жал және ш деген жұрнақ жалғанып тұр. Демек, ш деген жұрнақ жалғану арқылы жал деген сөздің мағынасы жалшыға өзгеріп кетіп тұр. Келесі, шанамен. Бұл жерде шана деген түбірі, мен деген жалғау. Құрметті оқушылар, 58-ші жаттығуға назар аударайық. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Қажымұқан қазақтың атақты палуаны. Ол әлемнің бірнеше дүркін жеңімпазы. Әр сөйлемдегі қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына қарай талда. Бірінші, палуаны деген сөзде палуан түбірі, а жалғау. Келесі, жеңімпазы, жең түбірі, жалғау, паз жұрнақ, а жалғау болып тұр. 59-ші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Палуан-ау, палуан, әдіскерсің алуан. Жекпе-жекке шығасың, қайсың бұрын жығасың. Қарамен жазылған сөзді сөз құрамына қарай талда. Палуан сөзіне бірнеше жалғау жалғап айт. Бұл жерде әдіскерсің. Әдіс түбірі, кер жұрнақ, яғни әдіс сөзіне кер деген жұрнақ жалғану арқылы әдіс сөзі өзгеріп кетіп тұр, әдіскер дегенге. Келесі, сің деген жалғау. Сонда әдіскер сің болады. Келесі, палуан сөзіне бірнеше жалғау жалғап айт дейді. Палуандар, палуанның, палуанға, палуанды, палуаннан, палуанмен, палуаны, палуаным, палуанда, палуандай. 60-ші жаттығуға назар аударайық. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Ойынды бұзсаң күш қылып, тоқтатады ысқырып. Шешуіндегі сөздің қосымшасы жұрнақ па әлде жалғау ма? Құрметті оқушылар, бұл жұмбақтың шешуі не болады? Әрине төреші. Енді төреші деген сөзді талдап көрейік. Төре түбірі, ші жұрнақ. Келесі, 61-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Тәжірибе жаса. Кітап сөзіне пен, хана қосымшаларын жалғап көр. Қай сөздің мағынасы өзгерді? Неліктен деп ойлайсың? Бірінші, кітап пен. Кітап түбірі, пен жалғау. Ол жерде сөздің мағынасы өзгеріп тұрған жоқ, Екінші, кітап хана. Кітап түбірі, хана жұрнақ. Бұл жерде кітап сөзінің мағынасы өзгеріп кетіп тұр. Кітап оқу құралы болса, кітапхана дегеніміз сол кітаптардың қоры сақталатын ғимаратты біз кітапхана деп атаймыз. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сабақ пайдалы болған болса, алдағы уақытта басқа да сабақтарды менің арнамнан көргілеріңіз келсе, міндетті түрде лайк басып, арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.